Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сабағымызда 14-ші махражмен танышып өтеміз. Бұл махраждан ло, вәл және фә тыбыштары шығады. Бұл тыбыштар тілдің ұшыменен өйдөнкі тіштерінің ұштарынан шығады. Дағы бір рет қайталайбыз. Суретті көргеніңіздердей, бұл ло, вәл және фә тыбыштары тілдің ұшыменен өйдөнкі тіштердің ұштарынан шығады. Немесе бұл тыбыштар махражын дағы бір рет ашығырақ және жеңілірек түсініп сезу үшін бір қатар айтып машығабыз. Во, ви, ву, вә, ви, ву, фә, фи, фу, ал, әз, әс. Бұл ло, вәл және фә тыбыштары бұл көпшілік тілдерде болғандықтан бұл тыбыштарды шығарыш башқа тыбыштарға қарағанда біраз таталырақ келеді. Немесе бұл үш тыбыштың әрбіріне кеңірек тоқтала кетсек, ло тыбышы бұл 29 тыбыштың ішінен жоон тыбыштардың бірі болып саналады. Ошондой бұл ло тыбышы көпшілік тілдерде келбегендіктен бұл тыбышты өз махражынан талаптарда шығару үшін көбірек менет талап қылады. Ло тыбышын шығаруда бір қанша мәселелерге көңіл буруш керекпиз. Ошонун бирisi качан ло тыбышын айтканда оозго аба толтурбастан, элинди кууш кылбастан айтабыз. Мисалы, ал, ло деп айтуу бул ката болуп эсептелет. Ошондуктан ло тыбышын айтканда элинди өз абалынан калтырып, оозго аба толтурбастан тилдин түбүн өлдөрүнө карай көтөрүп жоон окуйбуз. Ло, ли, лу, ал. Ошондой эле ло тыбышын чыгарууда дагы бир көңүл бура турган маселенин бирisi ло тыбышынын жоондугун ачык билдиребиз. Анткени жогоруда айтылгандай 29 тыбыштын ичинен ло тыбышы бул жоон тыбыштардын катарында турат. Өзгөчө качан ло тыбышы касра менен келген учурда ло тыбышынын жоондугун дагы ачыгыраак билдириш керек. Анткени көпчүлүк адамдар качан ло тыбышы касра менен келген учурда ло тыбышынын касрасын билдирем деп ло тыбышы истиаля сыпатын ачыктап айтканда жоондугун жоготуп алат. Мисалы, лиланин деп айткан ордуна зилалин деп вәл тыбышы менен айтып алат. Ошондуктан ло тыбышын чыгарып жатканда, айтып жатканда бул тыбыштын истиаля сыпатын ачыктап айтканда жоондугун ачык билдирип вәлга окшотуп айтуудан сактанабыз. Ал эми үчүнчү биз көңүл бура турган маселенин бирisi бул бир гана ло тыбышына гана чектелбестен, мунун шериктери вәл жана фә тыбыштарына дагы тиешелүү. Жана айтып өткөндөй, бул үч тыбыштын махражы тилдин учу менен өйдөнкү тиштердин учтарынан чыгат. Эми ошол тилдин учун өйдөнкү тиштердин учтарынан тийгизип жатканда өтө көп чыгарып салбайбыз. Мисалы, әз деп өтө ачыкча эле чыгарып салбайбыз. Же болбосо тилдин учун ошол өйдөнкү тиштердин учтарына тийгизбей да койбойбуз. Ошол экөөнүн ортосунда тилдин бир аз бөлүгүн чыгарып, бул тыбыштарды айтабыз. Демек, бүгүнкү сабагыбызда жыйынтыктап айтканда бүгүн биз 14-чү махраж менен тары айтканда ло, вәл жана фә тыбыштарынын махражы менен таанышып өттүк. Аллах таала бардыгыбызга тамгаларды туура чыгарып, Кур'ан-ы Каримди туура окуганга мүмкүнчүлүк берсин.